Ассалаумағалейкум бауырлар. Міне асқабақтың дәні кепті. 4-5 күн тұрды үйдің ішінде. Міне осылай болып кепті. Мынау асқабақтың іші, сырты деген мынандай ақ болады. Оны қатты болады. Оны аршығынан кейін осындай болады. Енді асқабақтың дәнінен 2 қасық, миндальдан 2 қасық, мына жаңғақтың 2 қасық. Үстіне қайнаған жылы су құямыз. Болды. Блендерден міне туралды. Енді бұған 1 қасық күркума қосамыз. Тағы бір айландырып жібер. Міне өте пайдалы, витаминға толы, ағзамызға өте пайдалы сүт шықты.